жоғары жақта Каспий-Тур достар, ағайындар, қолдап кетіңіздер. Ерекенді 3705-6499. Сіз бол, біз бол, өз осындай қарапайым ғана халықты қолдайық. Ал енді мүгедек болған жарым жандарды мына өкіметтің алдына апарып тұрып талап етіңіздер. Мына үй өртенді ма? Мына билік берсін. Енді мынандай ғой, Аққұрдас осында жазып жатыр, сен неге жетектеп алып бармайсың дейді. Мен 11 жыл бойы сондай мұқтаж жандардың қызметін жасағанмын. 380 мұқтаж жанның да мен алып бардым апаратын жерге. Жоғарғыдағылардың барлығымен күрескенмін. Бірақ әрбір мұқтаж жан, сен өзіңнің құқыңды біл, өзіңнің бағаңды біл, өзіңнің талабыңды біл, өзіңнің құныңды білші, құныңды. Сен сол елдің тіреп тұрған бір тірегісің. Мүмкіндігің шектеулі бола ма, кедей қазақ боласың ба, мұрны жоқ қазақ боласың ба, сен сол Қазақстан мемлекетінің тіреп тұрған тірегісің. Сен теуіп тұрып барып, любой менеджерінің сұрауға құқың бар. Себебі сол менеджерді асырап отсың. Сол елді, ұлтты көбейтіп отсың. Аналар, балаң мүгедек па, теуіп бар есігін. Сенің құлың. Денсаулық министрі Айда Балаева саған алдыңда жүгіріп жүріп, еңбектеп жүріп, қызмет жасау керек. Депутаттар сенің алдыңда жүгіріп жүріп, қызмет жасау керек. Сен соған ұлттық қордан жылына 192 миллион теңге ақша беріп отсың. Ішіп жеуіне, сиіп тұшуына, түсіндіңдер ма? Қызметшілеріңді жұмыс жасатуға, өз қызметін дұрыс атқаруға. Мына жерде мен сіздерге айтып кетейін, мүгедектерге берме деп не оттап отырсын дегендер бар. Айналайындар, ол кісілерге и так та қалай айтсам болады. Мына Қазақстан бейшара бір тыйым береді. Мен сіздерге айтамын. Сол тыйының көбейту үшін жоғары жаққа барыңыздар. Жоғары жақтан талап етіңіздер. Ал мына қаңтардың, мына халықтың шындығын айтқан, шырылдаған адамдарды олар қолдамайды деп тағы айтамын. Өйткені бұл халық үшін, ел үшін шырылдап жүрген азаматтарды үнемі қолдамайды. Ол билікке біз қарсы деп ойлайды. Біз билікке емес, біз қазақтың жақсы өмірін қалаймыз. Үшінші группа мүгедекке үй бере ма? Егер сіз дұрыстап өзіңіздің немеңізбен тұрсаңыз, неге бермейді? Беру керек. Заң бар негізі, беру керек, бірақ бізде берілмейді ол. Бізде енді 35 жылдық саясат қой, шіріген саясат. Халық өзінің талабын қоя алмағаннан кейін, халық өзінің құнын білмегеннен кейін менеджерлерден сұрай алмайды. Менеджер оның барлығы, біздің мемлекет басындағы отырған қызметкерлердің барлығы қазақ елі болмаса, кімге қызмет жасайды? Айтыңыздаршы, сіз болмасаң, мен болмасаң, қазақ мемлекет болмаса, кім жұмыс жасайды? Сондықтан да халық біз бір-бірімізді сүйреп келе жатырмыз. Сүйреп, мына билік халықпен шатағы жоқ болып кетті. Біз өз күнімізді өзіміз көріп жүрміз. Сіздер дұрыс түсініңіздер. Белсенділерге еш қашанда олар кислородын жаппаса, белсенділерді қолдамайды. Баспана да бермейді, сенің заңды болса да, сен жан-жақтан қысып алып тастайды. Сондықтан да мен сіздерге айтып отырмын. Мына жоғары жақта Каспий-Тур, Ерекеңдікі, ол кісі қаңтарда оқ тиген. Қанша адамдарды қорғаймын деп, қанша адамдарды сол неменің арасынан алып шығам деп, өзіне де оқ тиген бұл кісінің. Енді қазір кім оны рейтинг түсіп баратыр, мыналарға жауап берейікші, Мошная дегенге. Өзін айтып тұрсың ғой, мүгедек копейка алады деп, көмектесіп жіберу керек деп. Енді бұл кісі мемлекетке қарсы шыққан, қазақтың құқын талап етіп, сондықтан бұл кісілерге ешқандай мемлекет тарапынан көмек берілмейді, қыспаққа алынбаса, Мошная. Одан бөлек, сіздер талап етпегеннен кейін үкімет жұмыс жасамайды. Өздеріңіз үйдегі келіннен талап етесіздер, таңда алтыда тұрасың, естің алдын сыпырасың деп тәрбиелейсіздер. Өзінің келіндік міндетін атқарасың деп. Байға түнде қойныма жатасың, маған бала таптырасың деп, өзінің мені баламды асырайсың деп міндет ілгесіндер еркектеріңе. Сол секілді біздің үкімет басындағы отырған, мемлекеттегі отырған кісілер, менеджерлердің барлығы, олар өз міндеттерін дұрыс атқару керек. Қойт мұғалім болсын, қойт аула сыпырушы болсын, қойт президент болсын, өз міндеттерін атқару керек. Сол қызметтерін атқартуды халық талап ету керек, жаппай. Сонда ғана жұмыс жасайды. Ешек қой олар, ешек, ықа демесең жүрмейді. Түсініңіздер ма? Енді мына биыл 2026 кеп отыр ғой, мына биліктің жағымпаздарын айтқым кеп отыр. Шіркін-ай, тағы бір 2 қаңтар керек.
Мен сіздерге айтамын, мына билікті көзімен құрту керек. Мына түп тамырымен мен сіздерге айтамын. Сол кезде мына көт жалақтарды көретін едік, биліктерін мақтайтын. Өйткені билікті мақтап отырғандар, сендер сол жерден халықтың да ақшасын сендер де жеп отырсыңдар. Алла қаласа осы күнге жетеміз. Екінші қатар керек бізге. Басқаларға сөз берейік. Мери келіп отыр екен, Гүлжан деген келіп отыр екен. Гүлжан сөйлесін, сәлеметсіздер ма? Бірінші мен айтып сайын, қазір. Жаңағы мүгедектер дейді ғой, мүгедектерге мысалы дамыған елдерде минимум 300 мың теңге береді жаңағы бастамасы. Одан жаңағы денсаулығы одан нашар болса, одан да көп береді. Түсінген күтушісін береді, үйі береді, үйін жаңағы өзіне ыңғайлығып жасап береді. Медицинасын бәрі бесплатный. Астына 3 жыл сайын машинаны ауыстырып отырады. Үйінде машинасы айдай алатын біреу болса, машина береді астына. 3 жыл сайын жап-жаңа машина, ешқандай страховкасын да төлемейді. Парковкасы да бәрі бесплатный. Сіздер не ойлайсыздар? Неге халық мүгедектерге көмектесу керек? Бұл мемлекеттің жұмысы, сіздер соны біліп алыңыздар. Мемлекетті істейтін үлкен жұмыс жобаны халық істей алмайды. 5-10 теңізбен жаңағы мүгедекке сіз көмектесе алмайсыз. Сіз соны түсініңіздер. Біздің активтеріміз қаншама көп. Ана Назарбаевтың қойында жатыр, ана офшорларда. Сіздер неге соны талап етпейсіздер? Активтердің бәрін қайтаруымыз керек елге. Сонда сіздер жақсы өмір сүресіздер. Соны талап етіңіздер. Бір-бірлеріңізге көмектесуді қойыңыздар. Жаңағы мүгедектерге мемлекет көмектеседі. Активистердің кислородтарын жауып тастаған. Бұл кісілерге мемлекет көмектеспейді. Не халық көмектеспейді. Активистер өз бір-біріне көмектеседі. Олар миллионер емес. Ақшаңыз болса, активистерге беріңіз. Молдаларға бермеңіз. Молдада сіздің бір керемет нетіп атқан жоқ. Молданың бәрі үй салып, керемет өмір сүріп жатыр. Молда да биліктің адамы. Сіздің біздің шындығымызды айтатын активистерге көмектесіңіздер. Бұл сіздердің нелеріңізге, көмектеріңізге зәру, жылуларыңызға зәру. Алдыңызда отырған Ереке қаңтарда жараланған қазақтың батыры. Сол кісі әлі квартирада тұрады. Көмектесіңіздер жағдайларыңыз болса. Ол кісі де бекер отырған жоқ. Көріп отырсыздар ғой, бір жағынан отыр бағанан бері отыра алмай, аяқ ауырғаны соншалық. Бұл кісіге мемлекет көмектеспей қойды, өйткені қаңтарда шықты деп. Сіздер не ойлағаннан отыр дейсіз ба? Бұл кісі қазақтың несінің проблемасын айту үшін қанша уақыт отыр өстіп, әнді де айтады арасында. Ақшаларыңыз болса көмектесіңіздер. А мүгедектерге мемлекет көмектеседі. Гүлжан, микрофоныңды жапшы. Ереке қарап отырмай контрольге алса эфиріңді, улап жатыр ғой. Бәрін үйрету керек бұларға. Ықы демесе жүрмейді бұлардың бәрі, қазақтың жігіттерінің бәрі. Сондықтан жаңағы активистерге көмектесіңіздер. Бұл кісілердің қаншамасы түрмеде жатыр. Шындықты айтам деп шырылдап. Не мемлекет көмектеспейді, не халық көмектеспейді. Бұлар қайда қалады сонда? Кім үшін шындықты айтып шырылдап жүр? Айтыңыздаршы, кім үшін? Бәрі сіздердің болашақтарыңыз үшін. Бұл сіздердің өмірлеріңізге деген инвестиция. Әр активистке салған ақшаларыңыз сіздердің болашақтарыңыздың жарқындығы. Соны біліп алыңыздар. Рахмет. Сырттағы, Мерейдің айтып жатқан сырттағы бүкіл жаңағы ұрланған активтерді қайтару керек деген сөзіне, ол біз халық болып оны қайтара алатын бірақ жолымыз бар. Біз парламенттік жүйе құруымыз керек. Премьер-министрді Мұхтар Әблязовты сайлаған күні сырттағы Назарбаевтың ұрлаған активтері қайтады. Себебі Мұхтар Әблязов дәлелдеп тастады. Назарбаев пен Путинмен күресіп 25 жыл бойы оның барлық ұрлаған активтерін шығарып халыққа қалай қайтару керек екенінің барлығын